Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қаламқас үй жағдайында синабон жасайтын боламыз. Бізге үп-үлпілдек, жұмсақ болады синабонымыз. Алдымен бізге жылы сүтіміз қажет болады. Сосын шым-шым тұз салып жібереміз. Сосын 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 70 грамм сармай керек болады. Сармайымызды салып араластырамыз. Сосын дрожжымыз, 1 қасық дрожж салдым. Сосын ұнымыз, еленген ұнымызды бөліп аз-аздан салып, жақсылап илеп, жұмсақ болып қамыр илейміз. Сосын ашыған қамырымызды алып, дөңгелектеп жайып, бізге мак пен құмшекер септім мен қамырымызға мына үй температурасындағы сармайды жағып аламыз да, сосын бағана құмшекер мен магымыз сеуіп аламыз. Сіздер мак болмаса құмшекер сеусеңіздер де болады. Корица мен құмшекерді араластырып сепсеңіздер болады. Мен есе мак септім. Сосын жақсылап бірінші орап аламыз, қысып орап аламыз да, кейін ашылып кетпеу үшін жақсылап қысып аламыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп аламыз. Сосын мен жіптің көмегімен кесіп алдым. Сосын 20 минутке бетін жауып қойып қоямыз. Сосын бізге кремін жасайтын боламыз. Креміне творожный сыр саламын. 2 қасық сливочный май қосамын. Сосын сахарный пудра қоссаңыздар да болады. Мен құмшекер қосып, жақсылап араластырып, кремін дайындап алдым. Сосын тындырып қойған қамырымызды әзел пешке салып, пешімізге салып, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз мынандайға. Сосын пісіріп болған соң кремін, бағана жасап қойған кремімізді жақсылап ыстық күйінде жақсаңыздар, сіңіп, әдемі болып тұрады. Жеген кезде ауыздарыңызда еритін болады синабонымыз. Міне синабонымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Үп-үлпілдек, жұмсақ балалардың ең сүйікті булочкасы.